Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жамбыл облысы өңірлік коммуникация қызметі өз жұмысын онлайн форматтан бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциямыздың тақырыбы жаңа оқу жылын ұйымдастыру және қашықтықтан оқыту туралы. Бұл туралы толық ақпаратты бүгінгі біздің спикер айтып өтеді. Спикерімізбен танысып болыңыздар. Гүлнар Мақақызы Ходжабергенова, Жамбыл облысы әкімдік білім басқармасының басшысы. Қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті көрермендер, биылғы жаңа 2020-2021 оқу жылын облысымызда 442 мектепте 234.715 оқушы бастайды деп жоспарлап отырмыз. Пандемияға байланысты жаңа оқу жылында оқу процесін біз екі форматта өткіземіз: дәстүрлі оқыту және қашықтан оқыту. 442 мектептің 275 мектебінде 215.438 оқушыны қамтитын қашықтан оқыту ұйымдастырылатын болады. Ал 167 мектепте 19.277 баламенен дәстүрлі форматта білім беруді бастаймыз. Бұл жерде негізінен шағын жинақталған мектептер, бастауыш және негізгі мектептер, бала саны 250-ден аспайтын, сол себепті дәстүрлі оқытуды ұйымдастыруға болады. Қазіргі уақытта мектептерменен Дарын онлайн білім беру платформасының арасында келісімшарт жасалып жатыр. Себебі қашықтан оқыту кезінде әрбір мектеп белгілі бір білім беру платформасымен жұмыс жасауы керек. Оның үстіне өздеріңізге мәлім, биылғы оқу жылында қашықтан оқытатын мектептерде 1-4 бастауыш сыныптарда кезекші сыныптар ашылатын болады. Бұл ата-аналардың өтініші негізінде жұмыс істейтін, баласын үйінде жалғыз өзін қалдыра алмайтын ата-аналардың өтінішін қабылдап кезекші сыныптардың жұмысын ұйымдастыратын боламыз. Бұл кезекші сыныптардың жұмысы санитарлық эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтап, балалардың арақашықтық сақтап сабақ оқуына мүмкіншілік жасайтын жағдай болады. Оған 275 мектепте 1609 кезекші сыныпта 20 мыңнан аса оқушы келеді деп күтілуде. Келесі мәселе бұл қашықтан оқитын мектептерде оқушыларды компьютерлік техникамен және интернетпен қамтамасыз ету. Өздеріңізге мәлім, біз бірінші кезекте осы 275 мектепте білім алатын аз қамтылған отбасының балалары, көп балалы отбасының, сол сияқты жетім ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, ерекше білім беруді қажет ететін балаларды бірінші кезекте мектептің балансында тұрған компьютерлік техникамен қамтамасыз етеміз. Олар компьютерлер, моноблоктар және ноутбуктар болуы мүмкін. Бүгінгі таңда бізде білім алып жатқан оқушылардың 57%-ында өздерінің үй жағдайында компьютері бар. Қалған 99 мың немесе 42%-інде компьютерлер жоқ. Бірақ бұның ішінде бізде аз қамтылған отбасының балалары 36 мыңды құрайды. Негізінен мектептің балансындағы компьютерлер бұл отбасындағы балаларға таратып беруге толық жетеді. Қазіргі уақытта барлық облыс мектептері мектептің балансындағы жұмыс жасап тұрған компьютерлерді бірінші кезекте осы категорияның балаларына толық таратып берді. Артылып жатса, басқа да мұқтаж балаларға таратып беретін болады. Оның үстіне өздеріңізге мәлім, үкіметтің резервінің, Қазақстан Республикасы үкіметінің резервінің есебінен республикалық бюджеттен қазір өңірлерге қаражат бөлініп, компьютерлік техниканы алу мәселесі басталып кетті. Біздің облысқа да осы резервтен 4,1 миллиард қаражат бөлінді. Оған біз 26.483 дана техника алатын боламыз. Егер бөліп айтатын болсақ, 3571 планшет, 2756 компьютер және 20156 ноутбук. Қазіргі уақытта бізде жұмыс тобы құрылды. Осы әлеуетті өнім берушілерді таңдау, компьютерлерді сатып алу және оны аудандарға бөлу процесін қадағалайтын жұмыс тобы құрылды. Оның құрамына Жамбыл адалдық алаңы офисінің өкілдері, сонымен қатар білім басқармасынан, арнайы мониторингтік топтың мүшелері, Нұр Отан партиясының Жамбыл облыстық филиалының өкілдері, кәсіподақтан және ата-аналар комитеттерінен өкілдер кірді. Бұл топ қазір жұмыс жасап жатыр. Сатып алу процедуралары қазір жүріп жатыр.
келісім шарт жасалғаннан кейін осы компьютерлерді біз біразын бірінші қыркүйекке дейін алатын боламыз. Атап айтқанда планшеттерді, қалған техника, компьютерлер, ноутбуктар сол қыркүйек айының ішінде келеді деп күтіп отырмыз. Келесі өте маңызды мәселе бұл интернет жоқ елді мекендерді осы интернетпен қамтамасыз ету. Бұл мәселені біз көтеріп отырмыз. Облыс бойынша 130 елді мекенде интернет желісі тартылмаған. Ол жерде 123 мектеп орналасқан. Бірақ бұл 123 мектептің қазір 93-і дәстүрлі форматта оқытады, ал 30 мектеп қашықтан оқытады. Осы 30 мектептің оқушылары 34 елді мекенде тұрады. Интернеті жоқ. Қазір біз Қазақтелеком, Транстелеком және ұялы байланыс операторларына хат жолдап, осы сол кісілермен жұмыс жасап жатырмыз. 34 елді мекенге интернет желісін тарту бойынша. Одан бұлай, қазір өздеріңіз білесіздер, жаз маусымында мектептерде ағымдағы жөндеу жұмыстары өткізілді. 53 мектепте толық аяқталды. 42 мектепте күрделі жөндеу жұмысы басталған болатын. Оның бүгінгі таңда 10 мектепте толық аяқталды. Қалған 32 мектепте қыркүйектің 1-іне дейін аяқталады деп күтіп отырмыз. Жалпы балалар қашықтан оқыған күнде де, дәстүрлі оқыған күнде де барлық мектепті жаңа оқу жылына дайындауға күш салып жатырмыз. Енді тағы да бір балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мәселе бұл бейне бақылау камералары. Бүгінгі таңда барлық 442 мектепте бейне бақылау камералары орнатылған. Қазіргі уақытта кейбір камераларды ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ең басты мәселе оқу процесін ұйымдастыруда оқушылардың өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Және оқу процесін тиімді, дұрыс ұйымдастыру үшін біздің міндетіміз көмекке мұқтаж балаларды компьютерлік техникамен қамтамасыз етіп, олардың қашықтан оқытуына толық мүмкіндік жасау. Екінші мәселе, бұл балалардың барлығы оқулықпен 100% қамтамасыз етілетін болады. Бүгінгі күнге дейін барлық мектептердегі 1-ден 10-шы сыныпқа дейінгі оқулықтар толық таратылып бітті. Жаңартылған білім беру мазмұнына көшуге байланысты 11-ші сыныптарға жаңа оқулықтар сатып алу процесі жүріп жатыр. Оны біз 25 тамызға дейін аяқтайтын боламыз. Жалпы барлық 442 мектепте облыс бойынша мектептердің жаңа оқу жылына дайындығын облыс басшылығы қатаң бақылауда ұстап отыр. Апта сайын біз есеп беріп отырмыз. Оқу процесінің үздіксіз жүргізілуіне біз бар күшімізді саламыз. Добрый день, уважаемые зрители. Новый 2020-2021 учебный год мы начнем 1 сентября. У нас в области 442 школы с общим контингентом прогнозным 234 715 детей. Ну, как известно, этот учебный год он будет особенным, потому что в условиях пандемии мы образовательный процесс будем организовывать в двух форматах. Это традиционном формате и дистанционном. Ну, эти 442 школы мы распределили следующим образом. В 275 школах, где будут обучаться более 215 тысяч детей, учебный процесс будет организован в дистанционном формате. А в 167 школах с контингентом около 20 тысяч детей в традиционном формате, потому что в основном это малокомплектные школы и школы, расположенные в отдаленных населенных пунктах с контингентом не более 100, 150, 250 детей. В условиях дистанционного обучения все школы должны работать, да и в традиционном обучении все школы должны работать с информационным порталом образовательным, с образовательной платформой. На сегодняшний день все школы области, ну, практически все, заключают договора с образовательной платформой Дарын онлайн. Еще одна особенность предстоящего учебного года. Значит, в школах, где будет организовано дистанционное обучение,
мы планируем организовать работу дежурных классов в начальной школе, в первых-четвертых классах. Они будут организованы для тех детей, чьи родители работают и не имеют возможности дома дистанционно обучать детей. Наполняемость классов не будет превышать 15 детей. И работа этих классов будет организована при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Для этого сейчас местными исполнительными органами прорабатываются вопросы приобретения дезинфицирующих средств, чтобы обеспечить безопасность детей. Таких классов у нас будет 1609 с контингентом где-то около 21 тысячи детей. Второй, не менее важный вопрос – это обеспечение учащихся компьютерной техникой и интернетом в условиях дистанционного обучения. Но в целом по области, если взять весь контингент, у нас где-то около 45 тысяч детей не имеют собственного компьютера, а 135 тысяч детей имеют в своих домашних условиях компьютеры или ноутбуки. Но наша основная задача в первую очередь обеспечить тех детей, которые получают адресную социальную помощь от фонда Всеобуча. Таких детей у нас порядка 36 тысяч. Тот компьютерный парк, который находится на балансе школ, позволяет обеспечить всех детей из этой категории компьютерной техникой, то есть каждой семье по одному компьютеру уже выданы. После приобретения новых компьютеров дополнительно будут выдаваться тем семьям, где воспитываются 4 или более детей, чтобы было по 2 компьютера на семью. Из республиканского бюджета, из резерва правительства Республики Казахстан нашему региону выделены средства в сумме 4,1 миллиарда тенге на приобретение 26 483 компьютерной техники. Это ноутбуки, планшеты и компьютеры. Сейчас проводится работа рабочей группы по определению поставщиков услуг и по распределению компьютерной техники между районами. Затем будут заключены договоры с поставщиками, и компьютерную технику мы планируем получить часть до 1 сентября, но основное количество, основную массу в течение сентября и до 15 октября. По мере поступления этих компьютеров, планшетов и ноутбуков они будут распределены по районам и по городу Тарас, и они будут доведены до каждого ребенка. В целом, вся техника, которая имеется в школе, она будет передана на временное пользование по акту всем детям. Помимо этого, конечно, все дети должны быть обеспечены учебниками. На сегодняшний день учебники, которые хранились в библиотечном фонде школы, с 1 по 10 класс всем детям розданы. Сейчас мы получаем новые учебники в связи с переходом на обновленное содержание образования для 11 классов, и они тоже будут переданы детям до 25 августа. На особом контроле находится ход текущего ремонта, капитального ремонта школ. В целом в 53 школах текущий ремонт завершен, в 42 школах проводится капитальный ремонт. На сегодняшний день в 10 школах полностью ремонт завершен, в остальных продолжается, но поставлена задача перед подрядными организациями, чтобы они завершили к 1 сентября, чтобы школы могли безболезненно начать новый учебный год. В целом, интернет. Да, у нас в области в 130 населенных пунктах на сегодняшний день не имеет интернет-связь, но в этих 130 населенных пунктах находятся 123 школы. Из этих 123 школ 93 будут работать в штатном режиме, а 30 школ в дистанционном. В этих 30 школах обучаются около 9 тысяч детей. Наша задача
Эти 9000 детей нужно обеспечить интернетом. Сейчас направлены письма, и мы совместно проводим работу с операторами сотовой связи, с Казахтелеком, Транстелеком, чтобы и с местными исполнительными органами, чтобы провести в эти населенные пункты интернет-связь. Для этой категории детей, которые получают помощь, предусмотрено закуп роутеров и сим-карты, чтобы организовать нормально учебный процесс в дистанционном режиме. В целом вопрос подготовки и начала нового учебного года на особом контроле областного руководства. Ежедневно мы работу проводим, еженедельно отчитываемся. Основная задача – безболезненно начать новый учебный год, запустить его, и чтобы наши дети не испытывали дискомфорт при обучении. Спасибо. Баяндамаңызға рахмет. Осымен баспасөз конференцияның жұмысын аяқтаймыз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, өңірлік коммуникациялар қызметінің Facebook парақшасына қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.